Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Тоғжан. Бүгін біз сіздермен пицца дайындайтын боламыз. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге қамыр дайындау қажет, бірақ ең бірінші біз опара қойып аламыз. Ол үшін суымызға ашытқымызды, тұзымызды, қантымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді біз оны тәрелкемен жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Біздің опарамызда 15 минуттан кейін көпіршік пайда болады. Енді сұйық май мен еліктен өткізілген ұнымызды қосамыз. Біздің қамырымыз осындай болып шығу тиіс. Енді оны көтерілгенше 40 минут немесе 1 сағат аралығында жылы жерге қоямыз. Біздің қамыр көтерілгенде осындай болып шықты. Енді оны екіге бөліп, яғни 2 пицца жасаймыз. Қамырды жайып, форманы дайындап аламыз. Формамызды маймен жағып болғаннан кейін жаңағы қамырымызды саламыз. Қамырымызды түзеткеннен кейін біз оны әсемдей бастаймыз. Начинкасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен майонез, кетчуп өз қалауларыңызша жағып, оны қызанақ, шұжық, яғни колбаса, ірімшікпен әсемдеуге болады. Енді біз оны 180 градуста шамамен 25 минутта пісіріп аламыз. Міне піскеннен кейін біздің пиццамыз осындай болып шығады. Ол өте дәмді болып шықты. Әсіресе қамыры өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде осы пиццаның қамырын рецептісін пайдаланыңыздар. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.